Ал мен көтерілді, ал сонымен байрақ түсірген сәтте жарыс жолы берекелі ғой. әрине. Қазір алда шұғыла кетіп жатыр. Өзің айтып өткен шұғыла. Дегенмен кәдімгі Ортасында келе жатыр, алда көрдіңіз ба? Жирен қасқа. жирен қасқа 9 нөмір ғой деймін. Монтур. Дүбірі қандай кәдімгі құлақ тұратындай. Пырылдап кетіп жатыр кейбіреу. Сәйгүлік екенін естен саламыз. Бір атты бөліп айту қиын, бәрі топтасып келе жатыр ғой. Монторос сабырлы кетіп бара жатыр. Сайгон да сабырлы кетіп бара жатыр. Ал енді осы жерден көріп отырайық. Міне 39 нөмірдегі Миркіт Торы осы жерде де жарыста. 09:53 3 минутқа жетпейді екен сонда бір айна. Жетпейді. Жылдамдығы жоғары. Жылдамдығы өте жоғары. 2 минут 51 секундта жүріп өтті жаңа. 2 минут 51 секундта жүріп өтті. Сонда 1 минут қанша десек болады? Қазір айтып отырмын, соңғы айналымды есептеу керек. Қазір кішкене жылдам. Бір айналым сон бір шақырымды сондай жылдамдықпен айналдырып өтті. Ортаңғы айналымдарды бәсеңдеп қалды. Мына соңғы 2 айналым қалған кезде жүреді ғой. Постаушылардың ішінен бұл да бір ерекше нәрсе болса керек. Еркін кетіп барады. Маймақ та еркін кетіп барады қазір. Күншуақ та шамамен 500 метрде қалды, құрметті көрермен. Екінші нөмірдегі Гордый Скиф, Сайгон және 21-ші Қаратал. Екеуінің егесі Сайгон жеткізбейді бұл тұста. Қамшымен әншейін демеп барады, ал Қараталды кәдімгі сабырап барады. Сенімді атын Қаратал қарағанда әлдеқайда еркін, Сайгон сондықтан күмәнсіз жеңімпаз. Мұхит әділет дубль. Ала байрақ 3 болды. Ала байрақ 3 болды ма? Тамаша. Шұғыла 4 болды. Төртеуі